Бала күнгі дәм ғой. Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Қарағанды облысы достық үйінің достық дастархан жобасы. Қазақ халқы ана өмірдің шуағы, отбасының ұйытқысы дейді. Дәл бүгін біздің ерекше қонақтарымыз Қарағанды облысы аналар кеңесі жанындағы Ісмер клубының жетекшісі және аналар кеңесінің белсенді мүшесі Перизат Қалиханқызы және Гүлбахат. Қош келдіңіздер біздің студиямызға. Қош көрдік, Айдана. Осы достық дастарханына шақырғандарыңызға өте қуаныштымыз. Бүгін біз сіздерге өзіміздің ұлттық тағамымыз бауырсақ дайындауды алып келдік. Бауырсақ дайындаймыз, бүгін. Гүлбахатта қарасам бір қош көрдік. Зат дайындайды. Бүгін мен өзіміздің отбасылық бәліш, шарлотка бәлішін дайындайтын боламын. Өзіміздің сүйікті жемісіміз алмадан жасалынады. Оған не қосамыз? Жалпы бұл бәлішке қосылатын қоспалар менің ойымша әр үйде қолданыста бар қоспалар деп ойлаймын. Бізге 4 алма қажет болады, кейін 3 жұмыртқа, 150 грамм қант, 150 грамм сүт, қаймақ және де сұйық май қажет болады. Осылармен біз шарлотка бәлішін дайындаймыз, Олай болса, іске сәт кірсе берейік. Ал Перизат Қалиханна, біз сізбен енді бауырсақты әр адам әр түрлі дайындайды, Біреулер қант қосады, біреулер қоспайды деген сияқты. Сіздің бұл жерде қандай өзіңіздің, қандай бізге айтатын бір өзіңіздің ерекше қалай дайындайсыз, тәсіліңіз? Ерекшеліктері туралы айтасыз ғой. Кімнен үйрендіңіз? Мен өзі тұрмыс құрғаннан кейін анамнан, енемнен үйренген осы бауырсақтың ерекшелігін көрсетіп дайындасам деп тұрмын. Бауырсақ негізінен өзіміздің ұлттық тағамымыз ғой. Бауырсақсыз ешқандай мерекеде, қонақта өтпейді. Сырттан келген туристер болсын, қонақтар болсын, қарсы алған кезде біз әрдайым бауырсағымызбен қарсы аламыз. Ол біздің ұлттық тағамымыз болғаннан кейін дастарханымыздың сәнін де келтіріп тұрады. Сондықтан да бүгін осы бауырсақты дайындап көрейік. Енді мен ерекшелігі бұл жерде кішкене қант қосам. Немерелерім болғаннан кейін, бала-шаға болғаннан кейін тәтті болсын, көп желінсін деп енді бастай берейік. Бауырсақ содан кейін бізде бал қаймақ. Бал қаймақ, қолдың бал қаймағы жақсы бұл жерде. Бұны балық көздендіріп, бал қаймақты қайнатсақ, содан кейін бауырсақты малып отырып жесек, өте дәмді болып шығады. Қазір біз үйдің қаймағымен және қолдың бауырсағымен күшті бір шай болайын деп тұр, Солай іске сәт онда. Әрбір тамақты істеген кезде махаббатпен, жылулықпен сезіп істесе, сонда ғана тәтті болып шығады. Енді бауырсақты дайындай отырып, және өзіңіздің достық үйіндегі Ісмер клубының мақсаты жайлы айтып, өзіңіздің жасалып жатқан жұмыстарыңыз туралы айтып өтсеңіз. Осы достық үйіндегі іс-шараларға менің өзімде бір үлесімді қосайын, қоғамға үлесімді қосайын деп, әрбір іс-шараларына өз ынтаммен, жақсы ниетіммен қатысып жүрдім. Сөйтіп жүріп, осы аналар кеңесінің жанынан Ісмер клубын аштық. Ісмер клубында біз тегін, көп балалы аналарды, студенттерді, оқушыларды қолөнерге бауладық. Бұл қолөнер дегеніміз не? Баланы тәрбиелеу, тәрбие көзі. Мысалы, үлкен кезінде біз үлкен аналарымыздың, әжелеріміздің жанында отырып, текемет тоқып, ұршы қиырып, жөн түтіп үйрендік қой. Сол кезде біз ол кісілердің айтқан салиқалы әңгімелерін тыңдап отырдық. Сонда біз көп тарихи уақиғаларды тыңдадық және үлкен кісілердің басынан өткен өмірлерін тыңдадық. Ал қазіргі заманда қазіргі заманда мынау қолөнер
балаларды гаджеттен тыяды, көздерін, ауыздарын, сөздерін тыяды, және қолөнер кәсіпке баулайды балаларды. Сондықтан да қолөнердің тигізер пайдасы, тәрбиесі өте көп. Мысалы, осы аналар кеңесінің жанындағы өтіп жатқан салауатты сана, мәдениетті ұлт, мәдениетті ана жобаларының өзі біздің аналарымыздың өзін тәрбиелей отырып, жас ұрпақтың тәрбиесіне үлкен маңызды рөл атқарып жатыр. Соның басқасында жүрміз, көріп жүрміз. Қазіргі заманда болып жатқан зорлық, зомбылық, лудомания дейді, нашақорлық, солардың бәрінен тыйып, қолөнерге де баулып жүрген өзіміздің пайдамыз бар. Және осы достық үйінің жанында ісмер клубы тек қана қолөнер шеберлік сабақтарымен ғана қоймай, біз осы Қарағанды қаласындағы ана үйі қоры бар, сонымен де жұмыс істеп жатырмыз, дәстүрді қоса алып жүрміз. Ол жерде біз өмірдің тауқыметін тартып жүрген аналарымыз балаларын тастамасын, жетімдер үйіне өткізбесін деп сол үй ашылды ғой. Сол жерге біз өмірден бас кешіп кеткен аналар қайдан қырқынан шығарып дәстүрді жалғайды. Соларды бәрі біз қолдап, қолөнершілер бар, осы аналар кеңесінің мүшелері бар, барып қырқынан шығарып сәбилерді тұсауын кесіп, сондай үлкен шаралар атқарып жатырмыз. Мен білуімше, ол жерде әр этностың, әр түрлі этностар келеді. Мен өзім көргенім, Перизат Қалихан қызы бізде орыс балалар болды ғой, орыс балалар. Егіздер болды. Егіздер болды. Соларға өзі ісмер клубы, жаңағы қолөнершілер өздеріңіз көйлек дайындап, қазақи ойлаңыздаршы. Сол кезде менде бір ерекше сезім болды. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, себебі орыс балалары қазақша көйлек киіп, жаңағыдай тұсау кесер рәсімін өткізгенде мен біздің аналар кеңесінің маңызды ең бір жұмысы осы екен деп, мен сол кезде өзіме бір ерекше сезім болған. Ал енді біздің Гүлбахатымыз қалай осы қолөнерге келді екен? Анасының жанында жүріп, Гүлбахат өзің жайлы таныстырып өтсең. Жалпы мен осы қалаға келгеннен бері анам осы достық үйінде жұмыс жасады. Сол кезде мектепте оқушымыз ғой. Қалаға енді келдім, үйге барып, не істеймін деп ойлап, әрдайым сабақтан шыққан кезде мектептен анамның қасына келіп отыратын. Сонда ойлаймын да, қазір мысалға үйге барып демала берсем болады ғой. Жоқ, анамның қасына келіп, осы үлкен кісілердің қасында әңгіме естіп, ақыл өсиеттерін естіп, сөйтіп отыратын. Өзінің жетістіктерімен бөліссең. Жалпы жаңа анам айтып кетті ғой. Кішкентай кезімізден бастап осы қолөнерге өте бейім болдық. Үй ішіміздің барлығы, қыздары да, ұлдары да, біздің анамыз бен әкеміз бізді еңбекке қатты баулады. Соның арқасында енді қазір барлығымыз жемісін көріп жүрміз. Жалпы негізі өзім жүн, яғни қойдың жүніне сондайларға қатты қызықтым. Кішкентай кезімнен. Біз әжем екеуміз жүн түтіп, кейін әжем одан шұлық қолғап бізге тоқып беретін, қысқа дайындалатынбыз. Солай қызығып жүріп, кейін жаңа айтып кеткендей, осы достық үйіне келген кезде жүннен, яғни войлок киізден картина жасайтын үйірме бар екенін естідім. Сол жаңа сөзден айтып кеттім ғой. Анам жұмыстың қасына келіп отыратын деп. Сол кезден бастап жүннен картина жасап үйрендім. Солай ол мен қызығушылығымды арттырып, қазіргі таңда, яғни осы 25 жылы жүн өңдеу өндірісін аштым. Яғни аналар кеңесінің ісмер клубы осындай жас кәсіпкерлерді дайындауда, иә? Мен айдан айтып кетейін, мақтанып, осы достық дастарханына алжапқыштық кен, осы ісмер клубы. Керемет. Мен білмеппін, сізден біздер тек бергеніміз болады. Керемет. Ал енді біз бал қаймағымызды бастайық, иә? Мен сізге осы жаққа келіп алдым, көмектесу мақсатында. Айдана. Қосып берейін. Бауырсағымызды аштық қойдық. Ол ашқанша бал қаймағымызды қайнатайық. Біз бал қаймақты балық көздендіріп қайнатамыз. Оны енем үйреткен болатын. Көп болды енді қайнатпағалы, шындық айту керек. Сонда да бүгін осыны қайнатып көрейік. Мен оны қайнату үшін
үйдің қаймағын алып қайнатқан дұрыс болады. Менің бауырсағым қалай ашылған, көтерілген, иә? көтеріліп тұр. Енді осыдан әдемі бір бауырсақ пісіріп жіберейік, иә? Пакет ашып. Көмектесіп жіберсеңдер, мін. Аши қалды. Осының астына ұн сеуіп жіберейік. Маған тек көмектесіп тұрсаңдар. Сұрап тұрмыз, беріп тұрамыз. Мен қазір сендерге бір қызық көрсетейін. Бұрынғы кезде нанға пышақ тигізбеген. Нанды аналарымыз, үлкен әжелеріміз қолмен ескен. Ондай естіпедіңдер? Жоқ, сіз көрсетсеңіз қазір. Осылай бөліп алып, өстіп бөліп алып. Көп заттар бар ғой, ұмыт қалып жатқан. Наны былай істейді. Былай істейді. Қазір көрсетейін шетінен. Сендер де үйретейін. Қарап Кішкене тұрмай. былай қояйын. Біздің көрермендеріміз де көрсін. Мына жаққа қарай. Онда нанды есу деп айтады. Енді әр облыста әртүрлі айтады. Сол мына нанды әжелеріміз кескенде қолмен былай кескен. Міне, сондан кейін барып оны былай қойған. Қараңыздар. Көріңіздер, міне. Пышақ іздеп жүрмеген. Пышақ өте ма, өтпей ма деп сол кезде мына қолдың қарығымен бұның әйелдердің ептілігін байқаған. Көрдіңіз ба, мына жер қандай әдемі болып, Домалақ болып, иә? Міне. Өстіп. Негізі қолдың ептілігімен бір-екі ырғаған кезде бұлар кесіле берген. Міне. Осындайды көрсетіп жіберейін деп жатырып, Керемет. сіздерге. Ертең үйлеріңізге барып осыны істесеңіздер болады. Көрдіңіз ба? Айтамға Перизат Қалихановнадан үйренген. Міне осыны есіп, осылай қып бауырсақты көтерілгенін тосамыз, сосын жасаймыз десек. Осыны жіңішке қып есіп алған осылай. Ұзын қып міне. Қараңыздар, сол кезде тез істеу үшін міне өстіп наны нетіп атқан кезде қолымен екінші адам қоя берген. Мен де көмектесейін сізге. Мінекей. Қараңыздар, топ-томалақ. Сонда ешқандай қазір біз ана консерва іздеп домалатып кесеміз ғой. Сонда ештеңе іздемей, бұрынғы қазақтың бауырсақтары қайдан домалақ болған? Осыдан домалақ болған. Көрдіңіздер ме? Содан Домалақ болған содан. Дөңгеленіп тұрған. Бұл да менің сіздерге бір ашқан сырым дейін. Енді үлкен кісілер естісе бұл сыр емес қой, үлкен кісілер бәрі. Жоқ, біз үшін сыр. Жастарға бұл сыр болады. Біз қазір бірінші қолмен өстіп отырып, екінші келіншек бұны алып отырған, әңгімені соғып отырып, нанды есіп отырып, сол кезде домалақ бауырсақтар шыққан. Анасына қарап қызын ал деп жатады. Сіздің қандай сабырлығыңыз болсын, қолөнерге жақындығыңыз болсын, барлығын біз Гүлбахаттың бойынан көріп жатырмыз, байқап жатырмыз. Бұл сіздің керемет тәрбиеңіздің жемісі деп білеміз. Сондықтан сіз қазір қоғамдағы ана ретінде, аналар кеңесінің мүшесі ретінде сіз не айтасыз? Рахмет. Маған қыз балаларымыздың қазір оқып, білім алып, өз-өздерін сауаттарын ашып, тек қана көздерін ғана емес, көкірек ояуларын ашық болғанын айтты. Бұрын қазақ қыздарын
кемсіткен, екінші орынға қойған әйел адамды болса да оқуға, тұрмыстық жағдайға байланысты оқымаған көбінесе, иә. Қазір әйел адамдар іс-шаралардың бәріне қоғамға белсенді араласады. Негізі ана, қыз бала сауатты болса, одан сауатты ұрпақ өсіп шығады. Ал сауатты ұрпақ өсіп шығу деген ол біздің қоғамымыздың гүлденуіне алып келеді. Егер бала сауатсыз болса, біз қалай әрі қарай гүлденеміз, қалай дамимыз. Сондықтан да қыз балалардың оқып өңгені мені өте қатты қуантады. Өзін-өзі жаңа қызым айтып кеткендей, өз-өздеріне қарау, өз-өздерін ұстану, өз-өздерін күту, барлық іс-шараларға қатысу, тегін болып жүру ер мен әйелдің бұл өте қуантарлық жағдай. Осы ісмер клубы, сіздер білсеңіздер, менің өзімнің бірлестігім бар, Жәдігер қолөнершілер орталығы. Сол бірлестікпен етене тығыз байланыста жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда 350-ден аса қолөнершім бар. Сол кісілермен осы ісмер клубының әр іс-шарасында ол кісілер үлкен қолдау көрсетіп отыр. Қазір білесіздер, бір ісмердің өзінің ақылы құндары өте қымбат екен. Ал біз ісмер клубына келген кезде жаңағы үйрететін шеберлік сабақтарымыздың бәрі тегін жүреді ғой. Қатысам, үйренем деушілерге жаңа айттым ғой, есігіміз ашық, достық үйінде, осы кабинетімізде бәрін үйретеміз. Мектептерде, университеттерге, колледждарға барып, солармен де қарым-қатынас жасап, шеберлік сабағын өткізіп. Біз тек қана көрмелеріңіз бар ғой, көрмелер туралы да айтып кетіңізші. Шеберлік сабағына ғана қатыспаймыз. Біз жаңағы үйренген балаларды жәрмеңкеге, көрмеге алып шығамыз. Біздің майымыз қызған сияқты. Енді майды қызғанын былай білуге болады. Сіздерге тағы бір сыр ашайын. Бүйтіп ұнды сеуіп көреміз. Ол кез қайнаған кезін білетін боламыз. Егер ұн ыдырап кетпесе, ол әлі қызбады деген сөз. Ұн ыдырап кетсе, тез. Сол кезде майдың қайнағанын білеміз. Майымыз дайын. Бауырсаққа кірсек. Бауырсақты алған кезде арасын кішкене бүйтіп ашсақ, сонда ортасы көтеріліп жақсы піседі. Үстінен баспаймыз. Қызым осылай бере берсе. Ашып берейін бе? Арасын ашыңқырап кішкене. Ал сіздерге мен сұрағым бітер емес. Жақсы. Қандай уақытта бір-бірлеріңізден кеңес сұрайсыздар? Бір ақыл сұрасып, ана мен қыз ретінде. 24-те 7 ғой. 24-те 7. Әр бір ой туындаса, анамнан сұраймын, немесе анам менен сұрайды. Солай бір-бірімізге алмасып, идеялармен алмасып отырамыз әрдайым. Бізде жалғыз Гүлпахат емес, барлық баламен мен әңгімелесем. Барлық баламды өзімнің дос ретінде өсірдім. Сондықтан да мен ұлдарыммен де, қыздарыммен де сырласып отырамын. Ішкі дүниелерін, біреуінің қабағы түсіп қалса, соны барып сұрап, не жағдай болған. Айтпаса тоса тұрам, 1-2 күн, сосын келіп айтады, сосын оған дұрыс бағыт көрсетуге тырысам. Енді жастар ашушан келеді ғой кішкене. Сол кезде ашуланып тұрған кезде оларға оның болмайтындығын, неге болмайтындығын, қалай істеу керек екенін үйретіп отырам. Өйткені ата-ана ғана балаға жанашыр, ақылшы болу керек. Өйткені адам әртүрлі болады, әртүрлі ақыл кеңес беру мүмкін. Орта әртүрлі болады. Сондықтан да мен неғұрлым балаларымның дұрыс кеңес алғанын қалаймын. Дұрыс бағытта, ашулы үстінде тұрған кезде дұрыс бағытқа қарай жүргенін қалаймын. Сондықтан да әрдайым қас-қабақтарына қарап жүремін. Әкесімен сөйлеседі, бізбен сөйлеседі, сөйтіп оның шешуін табуға тырысамыз. Ол біз үшін өте құнды нәрсе, міндетті түрде. Біреуден ақылын естігенше, одан да ата-анасының шынайы ақылын естіп, дұрыс бағытқа түскен дұрыс деп ойлаймын.
Ал енді өздеріңіз көргендей біздің астарымыз дайын болған сияқты, иә? Дайын болды. Дайын болды. Біздің алма қосылған бәлішіміз, бауырсағымыз және балық қаймақ. Ал, олай Енді болса Айдана, ауыз тиіңіздер. Бисмиллах. Дәмі қандай болады екен, бағасын беріңіздер. Маған негізі осындай сырты, қызыл, осындай бауырсақтар ұнайды. Енді түрін өзі айтып тұр. Бірге көрейік дәмін. Ал, кеттік көрейік. Ал, біздің балық қаймағымыз. Сен де көр. Қазір дәмін бірге көретін боламыз. Тамаша. Бала күнгі дәм ғой. Балалықтың бал дәмі. Иә, өте дәмді. Өте күшті. Бал қаймақты қазір көбісі қолданбайды, негізі пайдалы бір жағынан. Өте тойымды. Майының бәрі шығады. Нағыз адамның ағзасына пайда келетін заттар ғой. Енді біздің қазақтың ұлттық тағамдары үйде алмаларыңыз болса осындай бәліш пісіріп, балаларыңызға берсеңіз болады. Гүлбахаттың бәлішіне баға берейік. Қандай болды екен? Анасыз ғой, сіз бірінші баға беріңіз. Тәтті, өте тәтті болды. Жарайсың қызым. Өте күшті. Өте күшті. Ал, Нағыз шай жасап көріңіздер. Бестің шайы. Қолөнермен қоса осы бауырсақ пісіруді, бал қаймақ қайнатуды, бәліш пісіруді үйретеміз. Сегіз қырлы бір сырлымыз. Керемет. Рахмет. Біздің осылай, бізді сыйлап келгендеріңізге. Уақыт тапшы заман ғой қазір. Әрине. Уақыт тауып, сіздердің жұмыстарыңызға тек сәттілік, табыс тілейміз. Гүлбахаттың кәсібіне береке тілейміз. Алдағы уақытта бір еліміздің мықты бір азаматтарының бірі бол. Рахмет, шақырғандарыңызға көп рахмет. Рахмет. Осы бүкіл іс-шараларда бірлесіп жүре берейік. Рахмет, рахмет үлкен. Қадірлі көрермен, сіздермен болған Қарағанды облысы достық үйінің достық дастарханы жобасы біздің YouTube арнамызға жазылып, белсенділік танытып отырыңыздар. Алдағы біздің шығарылымдарымыз бұдан да керемет, бұдан да қызықты болмақ.